Жақсы әйел мен жаман әйел. Жақсы әйел бойын түзеп ыслақтайды, өз байынан басқаны ұнатпайды. Үйіне мейман түссе қош келдің деп, еш адамнан рұқсат сұратпайды. Жаман әйел байымен ұрысады, мейман келсе қабағы тырысады. Бұл үйден шай ішкенмен оңбассың деп, мейман байғұс басқа үйге жылысады. Жақсы әйел дәулетіңе жөн келтірер, әйелің долы болса күнді өлтірер. Жақсыдан жаман туған бала болса, атаға үйде жатқан сөз келтірер. Жақсы әйел айтқан сөзді кектей қоймас, осал жігіт әйелге беттей қоймас. Жауыз қатын қабаған ит сияқты, ер жігіттің түбіне жетпей қоймас.